Hello dears, how you doing? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз prepositions. In қай жерде болады, at қай жерде болады, on қай жерде болады деген вопростар көбіне адамдарда болады. Соны біз өтетін боламыз. Енді бірінші үйренетін сөзіміз in. In дегеніміз есте сақтап болу үшін, қалай болады? Inside, яғни ішінде деп жаттап алсақ дұрыс болады. Бір нәрсенің ішінде болса, оны in деп қолданады. Біз қай кезде inді қолданамыз? Мысалы, айтып көрейік. Мысалы, I am in my room. Яғни мен бөлмемдемін, бөлменің ішіндемін дейтін болсаңыз, сіз не істейсіз? Inді қолданасыз. Ол бірінші жағдай, иә. Екінші жағдай, мен квартирамдамын дейтініңіз, иә. Ол да ішінде. Сонда қалай болады? I am in a flat. Яғни мен квартирадан деген мағынаны береді. Иннің негізгі қолданатын жері ол өзінің қалаға байланысты, елге байланысты айтуға болады. Мысалы, I am in Almaty, яғни мен Алматыдамын. Немесе I am in Turkey, мысалы мен Түркиядамын деген мағынаны береді. Енді үйренетін екінші сөзіміз ол at. At дегеніміз, достар, мынаға мән берейікші, бұл уақытқа байланысты емес. Сағаттың алдында at тұрады ғой деген ол уақытқа байланысты. Бүгін мынау мекенге байланысты нәрселер өтіп, соны шатастырмайықшы. Достар, екінші үйренетін нәрсеміз at. At дегеніміз өзі көбіне қай жерлерде қолданады? Мына 4 жерде қолданады. Соны ұмытпайық, иә, негізі. Бұдан да басқа жағдайларда қолданады. Негізі осы 4 жағдай. Біріншісі адам баласы өмірге келгенде үйінде өмір сүреді, өздеріңіз білесіздер. Ол кезде at home. Окей, екінші үйден кейін мектепке барады. Мектепке деген at school. Мектептен кейін қайда барамыз? Универге барамыз. At university. Университетте не істейді адам? Жұмыс жасайды. At work. Оңай жаттау. Солай, яғни осы 4 жағдайда қолданамыз. Одан да бөлек қолданатын жерлер public places деп айтады, яғни көпшілік орындарда atті қолданамыз, inді де қолдансақ болады. Мысалы, at the airport, яғни аэропорттамын деп қолданамыз, in the airport деп те қолдана береді. Яғни at the airport, at the hospital, түсінікті, яғни көпшілік орындарда, at the cinema, кинотеатрда деген мағынада. Яғни көпшілік орындарда atті қолданамыз. Достар, енді onды қай кезде қолданамыз? Onды көбінесе біз бір транспортқа байланысты қолданамыз. I am on the bus, I am on the plane, I am on the train деген сияқты. Яғни on дегенді көбіне public place, жалпы public place деп жалпы транспорттарға байланысты қолданатын боламыз.